Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Химияда жаңа ақпараттық технологияларды қолдану пәні бойынша дәріс 5-ші тақырыбымызды бастайық. Көп деңгейлеп оқыту технологиясы. Жоспарымызға тоқталатын болсақ, біріншіден көп деңгейлеп дейді кейбір ғалымдарымыз өздерінің зерттеулерінде анықтама бергенде. Деңгейлеп оқыту технологиясына тоқталамыз. Екінші, ерекшелігі мен осы технологияның артықшылығына тоқталатын боламыз. Үшінші, деңгейлік тапсырмалар. Төртінші, деңгейлік тапсырмаларды құру және қорытындыдан тұрады. Енді деңгейлеп оқыту технологиясына тоқталатын болсақ, құзыреттілікке бағдарланған технология арқылы оқытуда деңгейлік тапсырмаларды дайындау бұл оқу үдерісінің негізгі жетістіктері мен олардың арасындағы байланыстарды жүзеге асыру болып табылады. Жалпы көп деңгейлі оқыту технологиясының мақсаты әрбір білім алушының өзінің даму деңгейіне байланысты оқу материалын меңгеруін қамтамасыз ету болып табылады. Деңгейлеп оқыту технологиясының ғылыми теориялық негіздері оқушыға өз мүмкіндіктерін барынша пайдалана отырып, білім алуына жағдай жасауға мүмкіндік береді екен. Келесі тоқталатынымыз әрбір пән бойынша дайындықтың стандарт деңгейіне жету үшін әр оқушының міндетті болып табылатыны, яғни жоғары деңгейде оқушылардың мүмкіндіктерінің және өз қалауларымен жетеді екен осы деңгейлеп оқытуда. Егер оқушылардың пәні білімдерін меңгеруге репродуктивті және көбінесе өнімді оқу іс-әрекеті деңгейінде жүрсе, бұл стандартты дайындық деңгейіне жеткендігін көрсетеді. Ал келесі дайындықтың жоғары деңгейінде жетуде оқушылардың пән білімдерінің продуктивті іс-әрекет деңгейіне игергендігін көрсетеді. Осылай үшке жіктеп көрсетеміз. Келесі оқушылардың танымдық мүмкіндіктерін есепке алу, олардың құқықтары мен міндеттерін шектеу және тұлғаның беделді идеясын жүзеге асырудың салдары ретінде олардың дайындық деңгейлеріне сәйкес тапсырмаларды саралауды қамтамасыз етеді. Оқушының дайындық деңгейіне қойылатын талаптар оқу материалының мазмұнынан алынған, яғни білім мен іс-әрекет түрлерін практика жүзінде пайдалана алатындай дәрежеде меңгеруге бағытталған. Жалпы деңгейлеп оқыту тапсырмалары сынып оқушыларының психологиялық жас ерекшеліктері мен білім қорларын ескере отырып жасақталады. Деңгейлеп оқытуда тапсырмаларды құру кезінде сынып оқушыларының физиологиялық ерекшеліктері және химиялық тілде сөйлеудің түрлері қамтамасыз етіледі. Яғни жас ерекшелігі міндетті түрде сақталып, ескеріліп отыру керек. Сондай-ақ қазіргі сабаққа қойылатын талаптар тұрғысынан техникалық құралдарды пайдалану, кестелер, диаграммалар, мысалы химияда диапозитивтерді пайдалану арқылы оқушылардың есте сақтау, көру сезімдеріне әсер ете отырып, олардың түсінігін айту, сөйлеу тілін арттыру жұмыстары жүргізіледі. Келесі тоқталатынымыз сабақта қолданылатын түрлі көрнекіліктер, яғни оқушылардың әртүрлі ойлау әрекеттеріне бейімдейді. Түсіндірілген материалдарды саналы түрде меңгеруге ықпал жасайды. Оқу тәрбие ісіндегі ең қажетті мұғалімнің дайындығы болып табылады. Яғни біздер алдын ала әртүрлі кестелерді және сол берілетін тақырыпқа сәйкес схема түріндегі әртүрлі реакция теңдеулері, бірнеше деңгейлік тапсырмаларды есте сақтауына мүмкіндігінше дайындықты мұғалім үйден жасап дайын болып келуі міндетті болып саналады. Келесі жаңа жоспарымызда айтып кеткендей, деңгейлеп оқыту технологиясының ерекшелігі оқу үдерісінің мазмұнымен толыққан, блоктардан құралған, модульдік сипаты, әдістемелік жүйесінің білім алушылар мен оқытушылардың бірге көрсетеді. Яғни оқытудың әдістемелік үдерісінің біртұтастығы, дидактикалық үдерістің біртұтастығы қамтамасыз етіп отырады екен ерекшелігінде. Артықшылығында деңгейлеп оқытудың технологиясын
жұмыс істеуде білім алушылардың танымдық қызығушылығын, танымдық белсенділігін арттыруға, жеке жұмысты жүйелеп жүргізуге, оқыту үдерісін оқытудың міндетті нәтижелеріне жетуіне бағдарлауға, білім алушылардың білімдегі кемшіліктерді анықтауға, қол жеткізуге мүмкіндік береді екен. Жалпы сыныптағы оқушылар өзінің шамасы жетерліктей қиын тапсырмалармен жұмыс жасайды, және ол өзінің алдағы уақыттағы мақсаттары мен міндеттерін жақсы түсінеді. Тапсырманы ауыр, жеңіл деп бөлуге болмайды. Біз зерттеу жұмысымызда, яғни жаңағы жоғарыда айтып кеттік қой, модульдеп, деңгейлеп оқытуда әртүрлі тапсырмалардың дайындық шеңберіне байланысты бірнеше стандарттық деңгейге бөліп қойған. Яғни бірінші деңгейінде стандарт тапсырмалар, екінші деңгейде алгоритмдік тапсырмалар, үшінші деңгейде эврикалық тапсырмалар деп жіктеледі екен. Барлық оқушыларға бірінші, екінші, үшінші деңгейлік тапсырмаларды бірден беріледі. Орындау барысында әр оқушы өз деңгейіне байланысты оны орындайды. Яғни өзінің күшін әркім өз қалауы бойынша орындап отырғанда сезіне алады. Оқушыға тапсырма бергенде оның ықпал ету пәрменділігі, яғни маңызды тәрбиелік мәні ескеріледі. Берілген тапсырма оқушыны іске деген жауапкершілігін арттыруы тиіс. Берілген білім оқушылардың ой елегінен өтіп қана қоймай, сезіміне әсер ететін жағдайда ғана білім мен сенімге айналады екен. Келесі тоқталатынымыз осы тапсырманың, яғни жаңа айтып кеттік қой, үшке жіктейміз деп. Алтауы стандарт тапсырма, яғни стандарт оқулықтағы берілген. Келесі үшеуі алгоритмдік тапсырма, соңғысы эврикалық тапсырма деп жаңа атап өттік. Осы тапсырмалардың бойынша әрбір оқушыға балл түрінде беріледі, яғни қанағаттанарлық, жақсы деген, өте жақсы деген. Осы тапсырмаларды өте жақсы орындаған бала әрине өте жақсы деп бағаланады. Енді біз химия пәнін оқытуда пайдаланатындықтан әрбір тапсырманы мысал ретінде көп деңгейлік технологияға қатысты тапсырмаларды үлгісін көрсетіп отырық. Яғни мысалы магний мен кальций табиғатта таралуы бойынша, құрамындағы магний мен кальций бар қосылыстар қандай деп мысалы бөліп көрсетеміз. Яғни табиғатта таралуы бойынша балаға ол қандай, тығыздығы қандай, балқу температурасы, тағы да басқа магний мен кальцийді қыздырғанда деп мынау диктант түрінде қалдырып кетіп орнына қоятындай келесі формулаларын жазып, олардың атауын жазыңыз деген сияқты тапсырмалар. Одан кейін екінші тапсырмамыз теңдеулерді шешіңіздер. Жаңағы тақырыбымызға сәйкес теңдеулерді шешу керек. Реакция теңдеуін ары қарай жазу керек, және жауабын беріп қоямыз. Одан кейін үшінші тапсырмамызды көрсетіп отырық. Бұл жерде енді жаңа тақырыбымызға сәйкес реакция теңдеулерін толық жазып теңестіріп балалар орындау керек. Осындай тапсырмалар негізінде көп деңгейлік технология іске асады. Енді қорытындылай келе бүгінгі тақырыбымызды әрбір технологияның өзіндік мақсаты болады. Енді деңгейлеп оқытудың мақсаты әрбір оқушының өзінің даму деңгейіне байланысты оқу материалын меңгеруін қамтамасыз ету болып табылады. Деңгейлеп оқыту технологиясының теориялық негіздемесі білім алушылардың оқу теорияларын меңгеру деңгейіндегі айырмашылықтарға негізделеді. Бұл білім алушыларды іс әрекетін белсендіру арқылы жүзеге асыратын проблемалық ізденістік оқыту әдістеріне негізделген. Меңгеру деңгейлерін оқушылық, алгоритмдік, эвристикалық және шығармашылық деп бөледі. Әр деңгейдің талабына сәйкес және бақылау жұмысына арналған деңгейлі тапсырмалардан құралады екен. Енді бүгінгі тақырыбымыз бойынша қысқаша дәрістерімізге тоқталып өттік. Жоспарымыз бойынша, оқу бағдарламаларымызда, силабусымыз бойынша біз универ жүйемізге жүктеп қойғандай, осыны зерттеген ғалымдарға тереңірек тоқталып өткенбіз. Уақыттың тапшылығына байланысты біз оның бәрін осы дәрісте қамти алмадық. Өздеріңіз дәрістің толыққанды жүйесімен танысып, ары қарай білімдеріңізді кеңейтесіздер деп ойлаймын. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.